Ішерге су жоқ. Үй іргесін кәрі су басқан, ал есіктің алды қоқысқа толған. Ақмола облысының Аршалы кентіндегі бір көшенің тұрғындары соңғы 15 жылдан бері осылай күн кешіп келеді. Жаз басталысымен судан тарығатын жұрт әкімдікке су мекемесіне талай шағымданып тауы шағылған. Қиын жағдайда отырған тұрғындардың мұңын тілшіміз Ербол Тұрымбет тыңдап қайтты. Вот так мы пьем воду. Да, вот так и живем. Аршаладағы көп қабатты бірнеше үйдің тұрғындары ауыз суды у-шумен алады. 2-3 ыдысын арқалағандар осылай кезекке тұрады. Күніне бір рет келетін су тасушы көлік кей күндері келмейді де. Мәселен, бүгін ол жоқ. 15 жылдан бері жаз бойы су тапшылығымен арпалысып өтетін жұрттың төзімі таусылған. Енді этаж үй болғаннан білесіздер ғой, далада емес, әжетханасы. Үйдің ішінде болғаннан кейін вообще үйіміздің іші сасып кетті керек десеңіздер. Кіріп көрсеңіздер болады. Вот балаларды жуындыру, ыдыс жуу, олардың кірін жуу вообще бізге қиын болып жатыр қазір. Үйлерінде су жоқ. Ас үйдегі шүмектен жылыстай аққан су көп ұзамай тоқтап қалады. Көрген күндері осы. Жұрт оған үйренген. Сол үшін осылай ыдыс біткеннің бәрін суға толтырып қояды. Еңбекпен өсірілген мына әсем гүлдердің де жағдайы қиын. Қапыда тамшы су таппай қалса, қурайтта қалады. У нас воды нету. Біз сусыз отырмыз. Осымен 4-ші апта әкімге Аршалы су мекемесіне айттық. Нәтиже жоқ. Әр үйдің алдынан кезігетін мынадай шошайған темір бір кездері мұнда ішер судың болғандығының айғағы. Бірақ қазіргі тұрысында мән жоқ. Темірлер шіріп кеткен, істемейді. Ауылдың ауыз суымен бірге кәріз жүйесі мен қоқыс тазалауға да әкімдікке қарасты компания жауапты. Қалай жұмыс істейтінін мына кадрлардан байқауға болады. Ең таза тұрғаны осы дейді тұрғындар. Қоқыс осылай болса, кәріз жүйесі дегенді олар ұмытқан сияқты. Құбырға сыймаған сасық су үй іргесін ластап біткен. Әрі-беріден соң іргені ылғалдап, қабырғаны құлатуға шақ тұр. Осының бәріне төзіп отырған жұрт тым құрыса ауыз судан тарықтырмаса екен дейді. Менің артымда тұрғаны мына су құбыры мұнарасы осы қыста ғана жөнделген, терезелерден дейін жап-жаңа. Тек бір ғана кемшілігі бар, жұмыс істемейді. Соның кесірінен 50 метр жерде тұрған мына үйлердің барлығында су жоқ, жұрттың барлығы қақсып отыр. Ауылдағы жағдайды аудан басшылығынан сұрап барсақ, жауабын дайындап отыр екен. Бәріне кінәлі ауылдықтардың өздері болып шықты. Өйткені ауылдағы тіршілік нәрі алдымен 500 текше метрлік ыдысқа құйылады, содан ауылға тарайды. Ал тұрғындардың көбі оны ауладағы бау-бақшасына құйып, тауысып тастайды дейді. Люди, получается, питьевой водой. Жұрт осы ауыз сумен бау-бақшасын суарады, сыйымдылығы үлкен ыдыстарын толтырып алады. Соның кесірінен көп қабатты үйлерге тіршілік нәрі жетпей қалады. Айтуын айтқанымен, шенеуніктер сөзіне дәлел таппай қиналды. Бақшасын суғарып, бөшкесін толтырып отырған үйлердің бірі деп, мына үйді мысал ретінде көрсетпек болған. Алайда үйдің иесі суды іргедегі өзеннен алып отырғанын, ал таза суды ысырапсыз қолдануға қолы бармайтынын айтты. У меня не поднимется рука. Вот чиновники говорят, что наоборот, люди поливают питьевой водой. Господи. Әкім қаралармен әңгіме осымен бітті. Олардың айтуынша тағы 2 су көзі қазылған. Соның арқасында алдағы 10 күн ішінде ауыз су көлемі молаймақ. Одан бөлек, келер жылы 3000 текше метр су бере алатын жобаны қолға алып, соған бюджеттен қаражат сұрамақшы. Бірақ мұндай сөздерді ауылдықтар 15 жылдан бері естіп келе жатыр екен. Ербол Тұрымбет, Владислав Голубцов, КТК.